Қырғызстанда өтетін 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарына Жамбыл облысынан 22 спортшы барады. Олар көкпар, көкбөрі, аударыспақ, жамбы ату, бәйге мен асық атудан ел намысын қорғайды. Оқу-жаттығу жиындары мамыр айында басталған, бұған дейін 3 жаттығу жиыны Алматы облысында өтті. Енді соңғы даярлық жұмыстары Ыстықкөлде болады. Жалпы жамбылдық жамбоздарға үміт мол, соның ішінде көкпар бар. Себебі 16 дүркін ел чемпионы атанған Әулие-Ата клубының 6 спортшысы ұлттық құрама сапында өнер көрсетеді. Биылғы дайындықтарымыз өте күшті. Облыс сатынан болсын, республика сатынан қарамағынан болсын, өте жауапкершілік өте қатты болып жатыр. Бұндай оқу-жаттығу жиындары еш уақытта болмаған. 50-ге жуық аттар келді, 30-ға жуық спортшыларымыз келді. Соның ішінен сайдың тасында іріктелген балалар жиналып, биылғы оқу-жаттығу жиыны өте жоғары дәрежеде деп айтсақ болады.